Қытайға аттанатын күнде таяп қалды. Бүгін мен үшін жай күн емес. Бүгін мен бірнеше жылдан бері ішімде жүріп келген қорқыныштың көзіне тіке қарайтын күн. Сырт көзге бәрі оңай көрінуі мүмкін. Билет алдың, әуежайға бардың, ұшаққа отырдың, болды. Бірақ паникалық шабуылмен өмір сүрген адам үшін кейде ең қиын нәрсе 1000 шақырым жүру емес, бір қадам жасау. Мен үшін дәл сол бір қадам осы күнге дейін созылып келген еді. Алматыдағы 3 күн бойы өзімді дайындадым, табиғаттан күш алдым, жақын адамдардың жанында болдым, ініммен ұзақ сөйлестім. Жанымды мазалаған ойлардың біразын сыртқа шығардым. Енді кейін шегінетін жол жоқ. Әуежайға қарай келе жатқанда көліктің терезесінен сыртқа қарап отырып, ішімде ерекше тыныштық пен толқу қатар жүрді. Бұрын болса дәл осындай сәтте сан түрлі қорқыныш ойымды жаулап алар еді. Ал бұл жолы мен өзімді бақылап отырмын. Мен қорқынышпен соғысып отырған жоқпын. Мен оны қабылдап, үйреніп келем. Әуежайға кірдім, адамдар ағылып жүр. Бірі шығарып салып жатыр, бірі қарсы алып жатыр, бірі өз өміріндегі жаңа тарауды бастап бара жатыр. Мен де солардың бірі едім. Қолымда билет, жанымда үміт, ал ішімде үлкен сынақ. Ұшаққа отырғаннан кейін біраз уақыт бәрі жақсы болды, бірақ ұшақ ұшу жолағына қарай қозғала бастағанда баяғы таныс сезім қайта келді. Жүрек қағысы жиілей бастады, көкірегімде қысым пайда бола бастады, санамда 1000 түрлі ой жүгірді. Қазір жағдайым нашарлап кетсе қалай болады? 6 сағат бойы шыдай алмасам қалай болады? Басым айналсашы? Бұрын осы ойлардың соңына еріп кететінмін. Ал бұл жолы басқаша болды. Өйткені соңғы 5 жыл маған бір нәрсені үйретті. Қорқыныш әрдайым шындық емес. Кейде ол тек сенің ойыңдағы дауыс қана. Мен көзімді жұмдым, тынысымды реттедім өзіме. Сен осы жолға бекер шыққан жоқсың. Осы күнге жету үшін қанша еңбектендің. Сенің мақсатың қорқыныштан үлкен дедім. Сол сәтте мен бір нәрсені анық сезіндім. Мен паникалық шабуылды жеңіп кеткен жоқпын, бірақ ол да мені жеңе алмайтын болды. Бұл мен үшін үлкен өзгеріс еді. Бірнеше минуттан кейін ұшаққа көкке көтерілді. Терезеден төменге қарап отырып жердің кішірейіп бара жатқанын көрдім. Сол кезде ішімнен менің қорқыныштарым дәл осылай кішірейсе ғой деп ойладым. Алдымда 6 сағаттық жол жатты, бірақ мен бұрынғыдай уақыт емес, алда күтіп тұрған мүмкіндіктерді ойлап отырдым. 6 сағаттан кейін Ханчжоу қаласына қондық. Ұшақтың есігі ашылған сәт әлі есімде. Мен басқа мемлекетке ғана емес, өз өмірімнің жаңа кезеңіне кіріп бара жатқандай сезіндім. Алғашқы қадамнан бастап бәрі өзгерегені көрінді. Әуежайдың көлемі, адамдардың қозғалысы, тәртіп, жылдамдық. Мен бұрын видеодан көрген Қытай мен көзіммен көрген Қытайдың арасында үлкен айырмашылық бар екенін бірден түсіндім. Әуежайдан шығып Иу қаласына қарай жол тарттық. Бізді алып келе жатқан жүргізуші жол бойы әңгіме айтып отырды. Сөйтсек, ол сол жақтағы қандас қазақтардың бірі екен. Жат жерде қазақша сөз естігенде жүрегің бірден жылып қалады екен. Әңгіме бірден жарасып кетті. Ол бізге Иу қаласы туралы айтып берді. Мен бұрын базар дегенде өзіміздің үйренген түсінікті базарды елестетіп жүрсем, ал оның әңгімесін тыңдап отырып, Иудің мүлде басқа деңгейде екенін түсіндім. Әлемнің түкпір-түкпірінен кәсіпкерлер келетін қала, жүздеген мың түрлі тауар, бәленбай мың дүкен. Кей деректер бойынша халықтың сауда орталығында 10-даған мың сауда орны орналасқан. Барлығын асықпай аралайтын деген адамның 2,5 жыл уақыты кетеді екен. Күн сайын мыңдаған кәсіпкер келісім жасап, тауар алып әлемнің әр түкпіріне жөнелтіп жатады. Мен терезеден сыртқа қарап отырып, осының бәрін ойладым. Бір қаладан осыншама мүмкіндік жиналғанын таң қалдым. Бірақ мені одан да қатты таң қалдырған нәрсе табиғат болды. Аспанда бұлт басып тұр, күн ашық емес, бірақ ауа ыстық. Ылғалдылық ерекше сезіледі. Айнала қаптаған жасыл желек, таулар, төбелер. Бір қарағанда сабырлы көрінетін табиғаттың өзінде ерекше қуат бар сияқты. Жолдар көздің жауын алады. Тегіс, таза, жинақы. Жүздеген шақырым бойы келе жатсақ та көзге түскен қоқым жоқ. Әр нәрсе өз орнында тұрғандай. Бір кезде өзімді ұстап алдым. Жолға шығар алдында мені мазалаған ойлар қайда кетті? Қорқыныш қайда? Паника қайда? Мен оларды іздеп те отырған жоқпын. Өйткені менің назарымның бәрін таңданыс басып алған еді. Кейде адамның жанын емдейтін нәрсе дәрі емес. Кейде ол жаңа әсер, жаңа орта, жаңа мүмкіндік. Сол күні Қытай маған дәл осындай әсер сыйлады. Ал бұл сапардың ең қызық күндері әлі алда еді.